Яғни сенушілер не себепті көптің ықпалына ермеу керек? Яғни шындықты ғана жақтауға тиісті. Және көне өсиеттегідей бүгінде не себепті әділдікті олар жақтаулары керек? Көпшіліктің артынан еріп кетпеу дейді. Көпшіліктің жасап жатқан бәрі істеп жатыр ғой, күнә. Мен де күнә жасасам болады ғой деген ой келуі мүмкін. Көпшілікке еріп те зұлымдық жасама. Даулы мәселеге куәлік келтіргенде көпшіліктің ықпалымен шындықты бұрмалама дейді. Малдың иесі сені жек көретін дұшпаның болса да сен сол адамға көмектес дейді. Құдайдың берген заңында да жазып тұр, пара алған дұрыс емес екен. Сондықтан Иса Мәсіх те әділ болуға бізге үйреткен. Біздің қазіргі таңда ақтаушымыз бар, ол Иса Мәсіх. Амандық пен тыныштық болсын, қымбатты көрермендер, өздеріңізбен бірге Киелі кітап әңгімелері. Мынау менің қолымда тұрған бұл Құдайдың тірі сөзі. Осы тірі сөзді өздеріңізбен бөлісіп келе жатқанымызға, талқылап келе жатқанымызға, бірге әңгіме дүкен құрып келе жатқанымызға біраз уақыт болды. Біз өткен жолғы бағдарламада осы Мысырдан шығу кітабының 23-ші тарауын өздеріңізбен талқылаған болатынбыз. Ол жерде біз ұрлыққа деген Құдайдың көзқарасын, Құдайдың жетім мен жесірлерге деген көзқарасын, сондай-ақ Құдайдың сөзі бүгінгі таңда өзекті ме деген сұрақтарға Ұлан бауырымыз екеуміз жауап берген болатынбыз. Ұлан бауырым, бүгінде студиямызға қош келдің. Қош көрдік, рахмет Көңіл күй Мақсат. қалай? Жақсы, керемет көңіл күй. Өте тамаша. Олай болса, қымбат көрермендер, өздеріңізбен біз осы Мысырдан шығу кітабын әрі қарай талдауды жалғастыратын боламыз. Қымбат көрерменде, осы 23-ші тарау Мысырдан шығуы бұл заңдардың бір аяқталған бір тарау десек те болады. Себебі осы тараудан кейін ары қарай тарауларда ол Құдай басқа нәрселерді үйретеді. Ал осы 23-ші тарауда Құдайдың осы адамзатқа берген өсиеті, болмаса үлгі өнегесі осы бітетін кітап іспетті. Кітап емес, яғни тарау іспетті болып табылады. Сондықтан осы тарауда өзіңе бірінші сұрақты қойғым келеді. Яғни сенушілер не себепті көптің ықпалына ермеу керек? Яғни шындықты ғана жақтауға тиісті. Және көне өсиеттегідей бүгінде не себепті әділдікті олар жақтаулары керек? Өте жақсы сұрақтар. Осы сұрақтардың барлығына жауаптар негізінде Киелі кітаптың өзінде 20-ші тарауда қарапайым тілде жазылып тұр. Оқыған адам барлығы түсіне алады деп ойлаймын, бірақ сонда да бір жерлерін оқып көрейік. Мысалға 23-ші тараудың 2-ші аяттан бастап оқысақ, көпшілікке еріп те зұлымдық жасама. Даулы мәселеге куәлік келтіргенде көпшіліктің ықпалымен шындықты бұрмалама дейді. Кедейдің де қисықсын дауда қолдама дейді. Біреудің адасып жүрген мүйізді ірі қарасына не есегіне тап болсаң, оны міндетті түрде есіне айдап апарып бер. Біреудің есегін жүгініп ауырлығынан жығылып тұра алмай қалғанын көрсең, оны сол күйінде қалдырып кетпе. Яғни біреудің қиналып тұрған адам емес, малы болса да соған жай ғана көзқараспен қарап өтіп кетпе, оған көмектес дейді. Малдың иесі сені жек көретін дұшпаның болса да сен сол адамға көмектес дейді. Сол адамның жаңағы малына жан ашыр болып, енді шынайы сүйіспеншілік көрсете білуді үйретіп жатыр ғой бізге. Араларында мұқтаж адамның даулы мәселесіне теріс шешпе дейді. Енді шынымен де қиналып тұрған адамдар бір нәрсеге баруы мүмкін, бір дұрыс емес нәрсеге баруы мүмкін. Сол кезде де оны адал шешіммен әр қашанда қандай жағдай болмасын барлық нәрсені адал шешіммен шешуге. Және осы жерде ең керемет нәрсе пара алуда жалпы жаңағы ол да дұрыс емес нәрсе дейді. Себебі пара көргеннің көзін соқыр қылады, әрі әділдің сөзін бұрмалайды дейді. Пара алған адам, ол мысалға қазіргі таңдағы бір заңдармен бір елестетіп қарасақ, қаншама парақоршылық болып жатыр. Сол нәрсенің өзі сол заманда Құдайдың берген заңында да жазылып тұр. Пара алған дұрыс емес екен. Өйткені ол көзіңді соқыр қылады. Өйткені сол ақшаны көріп, сенің оның бір қалай айтса, последствия дейді ғой. Салдарын, салдарын да сен көрмейсің, оның не болады екенін. Саған дәл қазіргі уақытта, қазіргі нәрсе ғана маңызды болып тұрғандықтан көзің соқыр болып қалады. Және әділдің сөзін бұрмалама. Біреу саған шындықты айтып тұрса,
біреуге жағыну үшін, біреуді ренжітіп алмайын деп кейде біз көп нәрселерді сөзді бұрмалап жеткізуге тырысамыз, бірақ та ол сөзді бұрмалау арқылы басқаша әртүрлі түсініктер болуы мүмкін. Сондықтан сол нәрсені де жасамаңдар дейді. Енді бұл жерде оқи берсек, жаңағы жат жұрттық адамға зорлық зомбырлық жасамаңдар, жат жұрттық көңіл күйін жақсы ұғасыңдар, өйткені өздерің Мысыр елінде жат жұрттық болып тұрдыңдар емес пе дейді. Шетелде жүрген адам болды олар, құл болып жүрген адам болды. Сондықтан шеттен келген адамдарды шектетпеңдер, өздеріңде шеттен келген адам болып сол жерде өмір сүріңдер дейді. Енді бұл жерде заңдардың барлығын оқи беретін болсақ, барлығы бір әділдікке әкеп тұрды. Сондықтан Иса Мәсіхте әділ болуға бізге үйреткен. Енді біз римдіктерге жазылған хат 12-ші тарау 2-ші аятты оқитын болсақ, мысалға, бұл күнәһар дүниенің өмір сүру салтын үлгі етпеңдер, қайта ой тілектерің Құдайдың жаңартуымен түбегейлі өзгерсін. Осылай сендер оның еркін, ненің игілікті, ұнамды және кемелді екенін ажырата білетін боласыңдар дейді. Біз Құдайдың бізді әділдікке үйрететінін көрсетеді. Енді көпшілікке ермей дейді. Біз бағанағы сұрақ қой, көпшілікке ермеу. Көпшілікке еру арқылы біз күнәһар дүниенің өмір салтына қызықпаңдар дейді. Сол нәрсеге, ой тілектеріне, солардың көз қарастарына барлығы бүйтіп айтып жатыр екен деп, сол барлығының айтқанын істеп, Құдайдың еркіне мойынсынуды ұмытатын болсақ, онда ол да біздің өмірімізде дұрыс емес нәрсе болып табылады. Енді қазіргі таңда өмірде біз қарайтын болсақ, жай ғана қарапайым, енді біз жастар болғаннан кейін әртүрлі жағдайлар болады біздің өмірімізде. Бір күні бір жас жігітті кездестіремін, андай хипстер дей ма, сондай бір стильді, шашын өсіріп алған, андай бір киімдері алабұжақ, кесілген, жыртылған, енді елден ерекше екені көзге түсіп тұрады. Сол кезде сен осындай стильдің күшті екен, саған осы стиль ұнай ма десем, иә дейді. Неліктен сен осылай киінесің десем, өйткені мен басқаларға ұқсас болғым келмейді деп айтады да. Бірақ та дәл сол сияқты хипстер болып жүрген Алматыда, мысалға біздің қарапайым Алматыда қаншама мыңдаған жастар бар. Солармен сен достарың да солай киіне ма деймін да. Иә, бәрі солай киінеді, әрі осындай стильді дейді. Енді мен айтамын да, егер сен дәл осы күйіңде емес, қарапайым мен сияқты киініп, сол достарыңмен сөйлессең, сол достарың сені қабылдай ма? Сен жоқ, мені қабылдамайды дейді. Өйткені олар енді олардың түсініктері сондай, киім үлгілері сондай, енді солармен. Енді мен сұрақты қайта қоямын да, сен біреуге ұқсағым келмейді дедің, ешкімді қайталағым келмейді дейсің, бірақ сенің өзің сол адамдар сияқты киінбесең, олар сені қабылдамайды ғой сонда. Сонда сенде жаңағы ол айтты да басында, менде бостандық бар деген сияқты ше. Осы әлем мен қалай киінсем де өзім білем дейді. Бірақ та сен бостандықта емессің ғой деймін да. Сол кезде ана бала ойланып қалады. Сен өзің жалғыз бүкіл әлемде сен ғана осылай киініп, немесе осындай үлгіде өмір сүріп жатқан жоқсың. Сен сияқты адамдар көп. Сен соларға жағыну үшін, соларға ұнау үшін солай киініп тұрсың ғой деймін да. Міне сол сияқты кейбір кезде адамдар көпшілікке еліктемеңдер дегенді де осылай түсінуі мүмкін. Керісінше басқа түрде түсіну мүмкін. Енді мен айтпаймын ондай бір жыртық жаман киіну, жаман деген дұрыс емес деген сияқты. Әркімнің өз көзқарасы бар ғой. Иә, көзқарас демекші, мысалға, 7 навыков высокоэффективных людей деген бір кітап бар. Сол жерде мынандай нәрсе бар, парадигма деген нәрсе бар. Парадигма деген жаңағы біз айтамыз ғой, қарапайым тілде монетаның екі жақ түрі бар дейміз. Сол сияқты бір картина бар, сол жерде картинада жаңағы бір қарағанда кемпірдің суреті тұрады да. Ал дұрыстап басқа адамнан сұрасаң, жоқ, мен бұл жерде әдемі қыздың суретін көріп тұрмын дейді. Енді былай қарасаң бір картина, бірақ екі түрлі мағына беріп тұрған сияқты. Сол сияқты әркімнің өз көзқарасы бар осындай нәрселерге. Жоқ, мен елден ерекше болам деген нәрсе жаңағындай хипстер сияқты болуы мүмкін. Немесе елден ерекше болам, мен ешкімді тыңдамаймын,
көпшілікке ермеймін деген мағына бұл жерде Құдайдың сөзінде керісінше көпшілікке ермеймін деген нәрсе емес, олардың жаман нәрсесін қабылдамау, олардың көз қарасын өзіңе қабылдап алмау. Ол жерде Құдайдың сөзіне, әділдікке ұмтылу. Сол әділдіктің жолынан тайып кетпес үшін көпшіліктің артынан еріп кетпеу дейді. Көпшіліктің жасап жатқан бәрі істеп жатыр ғой, күнә. Мен де күнә жасасам болады ғой деген ой келуі мүмкін. Сондықтан бұл жерде нақты осы нәрсеге байланысты айтылып тұр. Мүмкін жастар ол нәрсені басқаша түсінуі мүмкін деген ойда болғандықтан мен жауапта осындай болды деп ойлаймын. Үлкен рахмет сенің жауабыңа, бірақ ренжімесең мен де толықтырып өз ойымды айтып кетейін. Себебі жаңа сен екінші жауап бергенінде өте жақсы айттың да, расымен де бұл шындықты жақтау, яғни көп адамдар бұл киелі кітаптың өзі айтады, яғни біз өткен подкастта да айтып өттік, яғни ол өтірік айту, яғни біз қандай да бір нәрсені жақтау үшін міндетті түрде біз өтірік айтамыз. Себебі киелі кітаптың өзі айтады, сендер өтірік, жалғандық ол сендердің тәндеріңе қандай бальзам іспетті дейді да, сендер уже сен ол нәрседен арыла алмайсыңдар, сендердің болмыстарың өтірікке андай шырмалып қалған дейді. Жалпы сол себепті де мына жерде біз көне заманға оралатын болсақ, сол кезде яғни әділ кісілер, яғни сот төрелері ол қала қақпаларының сыртында отыратын болған ғой. Яғни олар кез келген адам ол кісілердің әділ төрелігін көре алатын болған. Олар жасырын бір жерлерде, мысалға біздің қазіргі қоғамда біз сотқа жүгінетін адам ол мүмкін мен жалпы өзім күніге жүгіне бермеймін. Бірақ сотқа жүгінетін адамдар бар. Бірақ ол жерге бару үшін бірақ ұзақ жерлерге баруға тура келеді. Олар белгілі бір орындарда отырады. Ал сол кезде ол кісілер қала қақпаларының маңында, адамдар көп көрінетін жерде отыратын болған. Сол кезде олар халыққа өтірік емес, яғни шындықты айтатын болған. Не себепті? Өйткені өтірік, яғни өткенде айтқанымыздай, ол Құдаймен ортақ еш нәрсе жоқ. Сол себепті де осы жерде біз көреміз, сол қандай жағдай болмасын, ол әділдікті айта білу. Яғни сен де өзің айтып өттің ғой жаңа. Яғни біз өзіміздің арамызда өтірік айтуымыз мүмкін, яғни біреулерге өтірік ақпарат беруіміз мүмкін. Мынандай бір автордың айтқан сөзі бар. Күнәні айту мен күнәні білудің ортасында үлкен айырмашылық бар деп. Мысалға біз біреудің жасаған іс-әрекетін көреміз, мүмкін біреуге өсек айтамыз, мүмкін жалған ақпарат береміз. Соның барлығы осы сенушілер арасында ол күнә болып, яғни шындықтан тысқары іс-әрекеттер болып табылады. Сол себепті де мүмкін қазіргі таңда кейбіреулер ойлайды шығар, мен өзімді жақтау үшін кішкене шындық емес, шындық аралас әңгіме айттым деп. Біз көбінесе ақталуға тырысамыз ғой, яғни не себепті адам өтірік айтады, яғни ақталғысы келеді. Бірақ қазіргі таңда құрметті көрермендерге де жалпы өзіме де еске салып өткім келеді, себебі біздің қазіргі таңда ақтаушымыз бар, ол Иса Мәсіх. Бізге бір нәрседен ақталу үшін бізге бір өтірік араластырған шындықтың айту керек жоқ деп ойлаймын, себебі біздің өз шындығымыз бар. Біздің барша іс-әрекеттерімізге ақиқат болып араша түсетін ол Иса Мәсіх бар деп ойлаймын. Осы нәрсені айтқым келді. Яғни келесі сұраққа көшетін болсақ, яғни бұл күнтізбе туралы өте қызық. Қазіргі таңда бәріміз білетін, бәріміз қолданатын сол күнтізбе, сол ежелгі заманда осы ең алғашқылардың бірі осы Мұсаның кезінде орын алды деп айтсам да қателеспейтін сияқтымын. Себебі осы кезде Құдай Мұсаға осындай заң береді, демалыс күні, яғни өсиет етеді. Яғни бұл қазіргі тілмен айтқан кезде киелі кітапта жазылған бұл сенбілік күн. Мұса осы жерде көптеген заңдар мен ережелерді берді, және осы туралы өзің толығырақ айтып өтсең, бұл қазіргі таңда нені білдіреді? Оның басқа күндерден қандай айырмашылығы бар? Демалыс туралы сөйлескен негізінде барлығына ұнайтын шығар, барлығымыз демалғанды жақсы көреміз. Егер аптасына 7 күннің ішінде 7 күн бойы демалыс беретін болса, барлығымыз қуана, рахаттана, қандай керемет жаңалық деп айтатын едік.
Иә, бір жағынан да сондай, бірақ қазіргі таңда біз енді кәдімгі өмірге қарайтын болсақ, жұмыс істемесең аштан қаласың. Адамдар кейбір кездерде аптасына бір күн емес, айына бір күн демалатын кездер бар. Өйткені осы суета дейміз ғой. Осы суетаға қатты берілеміз, өйткені қазіргі таңда өмір сондай. Ешқандай демалыссыз, және отбасына да көңіл бөлмейді. Өмірде қаншама жағдайлар бар. Айлап жоқ болатын адамдар бар, вахтамен жұмыс істейтін адамдар бар. Өзіне дым қарамайды, сол тек қана жұмыс жасау керек, ол мақсаты басқа жақта болуы мүмкін. Бірақ та Құдайдың айтқаны бір күн, аптасына бір күн демалыс болу керек деп. Және сол демалыстар біздің өмірімізде өте қажетті нәрсе негізінде. Енді осы жайлы киелі кітапта осы Мысырдан шығу 23-ші тарауда жазылған. 10-шы аяттан бастап демалыс пен тынығу жайлы деп жазылып тұр тақырыбы. Жалпы Құдайдың өзі мысалға демалыс күнін 7-ші күні әлемді жаратқан кезде демалды. Және де осы 6 жыл бойы жеріңе егін егіп, өнімін жина дейді. Мысалы қарапайым тілде айтқан кезде, ал 7-ші жылы жеріңді тынығуға демалтқыз дейді. Мысалға да, енді оның өзі де шынымен де пайдалы нәрсе. Сен ол жерде ешқандай тынымсыз егін еге берсең, ертең ол нәрсе шықпай қоюы мүмкін. Сол сияқты жердің өзіне де демалыс керек екен да. Өйткені ол табиғат, Құдайдың заңдылығы, Құдайдың бізге берген заңдылығы. Ал 7-ші жылы оны өңдемей тынықтырыңдар. Халқымның мұқтажын содан шыққан өнімнен күндерін көріп, одан қалғандармен даладағы аң құстар қоректенсін дейді. Жүзімдеріңді де солай істеңдер. Жалпы Құдайдың бұл жерде демалыс арқылы басқа да адамдарды жарылқау. Және жиынды алған кезде де түбімен барлығын тамырымен жинап алмай, өзіңе керектісін жинап ал. Қалғанын жануарларды жесін, немесе мұқтаж адамдар келіп теріп алсын деген сияқты. Мысалы өте керемет шын мәнінде заңдар, бұл заңдар қамқоршылықты түсіндіретін заңдар сияқты. Құдайдың өзі қасиетін көрсететін, біздің өзімізге айтады, сендер де аптасына 7 күн болса, сол бір күнді демалыс өздеріңе арнаңдар. Және өзің үшін де, және басқалар үшін де тыным берді. Мысалға, сенен де демалсын басқа адамдар. Сенің қожайын болсаң дейді мына жерде, сенің жұмыскерлерің де демалсын сенен бір күн болса да. Басқа да адамдар демалсын, есектерің демалсын мысалға да. Ол есекке де демалыс керек шығар. Аптасына 7 күн бойы ол жұмыс істей беретін болса, ол ертеңде ол да өледі. Енді Құдайдың жанашырлығы және сол жай ғана қарапайым жануарға да керек болып тұрды. 12-ші аятта 6 күн жұмысыңды істеп, 7-ші күні демал. Сонда өгізің мен есегің тынығып, қызметшілерің де, жат жұрттық адамдарың да демалсын дейді. Құдайдың қамқоршылығы осы жерде да. Және де демалыс дегенде біз көз алдымызға не елестетеміз? Мысалға бір қуанышты бір мейрамдар болуы мүмкін. Әрқашанда осы жерде 23-ші тарауда жалпы 3 мейрамды Құдай айтып отыр. Осы 3 мейрамға байланысты жаңа сабан тойы деген сияқты, ашыманан, жаңа Пасха дейміз, орысша айтқанда. Сол не үшін Пасха дейді мысалға? Жаңағы ашытқысыз нан. Өйткені оның да бір мағынасы бар. Енді мысалға айтқанда, ешқандай қосымшасыз, ештеңесіз піскен нан. Дәл сол сияқты Құдайдың оларға деген берген наны, олар тамақтандырған, қоректендірген нанды, сол кездегі нәрсені, Құдайдың батасын оларға берген, рахымын өзінің естеріне алып, соған қуансын деп. Яғни бұл жердегі қуаныш жаңағы ол да бір жанның, жүректің бір демалысы сияқты болу керек та, енді барлық адамдарға. Жаңа сабан той бар, сабан тойда да ол жерде ең алғашқы піскен жемістеріңмен, немесе ең керемет, ең дәмдісін, малдарың болса да барлығын Құдайға арна дейді. Бұл демалыстың ең жалпы мағынасы.
тек қана біз үшін ғана емес те, екіншіден ол Құдайға деген алғыс білдіру, Құдайға деген осы біздің күнделікті нанымызды бүгінде бере көр деп дұға етеміз, Құдайдан сұраған кезде сол Құдай бізге күнделікті нанымызды күнде беріп жатқан үшін Құдайға алғыс айту мейрамы деп те есептесе болады. Әрбір мейрамда ол мысалға енді біз жаңа жылда аяз ата деп не қыламыз, сол сияқты мысалға менің ойымша сол әрбір мейрамда Құдайға деген бір сондай бір қуанышпен, мадақпен келіп осы берген күнделікті наның үшін, осы өмірің үшін деп алғыс айтып, осында керемет өмір сүріп жатқан үшін, денсаулығым сау болған үшін деп Құдайға алғыс айтып, соны Құдайды мадақтау сол демалыстың бір ең жақсы түрі деп ойлаймын. Енді Құдайдың заңы да солай айтып тұр. Сондықтан сол демалыс барлығымыз үшін керек. Яғни жер үшін де керек, жеміз үшін де, жануарлар үшін де, сенің малдарың үшін де, барлығы үшін ол демалыс керек. Өйткені демалыссыз жұмыс істей беріп, суетаға кіріп, өмір сүретін болсақ, біздің өміріміздің барлығы қалай өткенін де білмей қаламыз. Сондықтан Құдай бізге күнде демалыңдар деп, маған арнаңдар деп айтып жатқан жоқ қой. Аптасына бір күн өзің де демал, бәрі демалсын, және сол күнді 6 күн бойы өмір сүрген күніңе Құдайға рахмет айтып, алғыс айтып, осы 7-ші күніңді Құдайға арна. Болды, міне осы демалыс деп ойлаймын. Рахмет. Біз тағы 3-ші сұраққа көшейік. Мен қарап оқып берейін. Құдай бастапқыда уәде еткенде Израиль халқын уәделі жерге алып келуді жоспарлады. Бірақ сонымен қатар ол өзінің періштесін жіберуді де, яғни уәде етті. Әрбір жағдайда халықты жарылқауға да уәде етті. Бірақ қандай да бір оларға бір талап немесе шарт қойған сияқты болды. Бүгінгі таңда, яғни біздерге, мәсіхшілерге қойылатын қандай да бір осыған ұқсас бір талаптар бар ма? Осы туралы өзің осы тарауға байланысты сәйкестендіріп айтып өтсең, әңгімелеп берсең. Мақсат, сұрағыңа рахмет. Біз қанша подкаст жүргізіп келе жатырық, сол подкасттардың ішінде киелі кітапта әңгімелеп келе жатырық. Жалпы киелі кітапта Құдайдың өзінің берген заңдары бар, өсиеттері бар. Енді заңның барлығы не үшін беріледі? Өсиеттердің барлығы не үшін беріледі? Ол нәрсені орындау үшін, міндетті түрде. Құдайдың да шарты, бізге беретін шарты, ол сол заңдарға мойынсыну, сол заңдарды орындау, сол заңдарды мойындау арқылы Құдайдың жарылқауын қабылдау деп қарапайым тілде айтсақ болады. Енді осында да Мысырдан шығу кітабында Құдай Израиль халқына өз періштемді жіберем. Сол періштеме сендер мойынсыныңдар. Өйткені мен жіберіп тұрмын сендерге ол періштені дейді. Шынымен де сол періштеге мойынсынып, оның артынан еріп, сөзін тыңдаған болатын болса, Құдай айтады, мен сендерді жарылқаймын дейді. Егер менің өсиеттерімді, алдыңғы подкасттан бері айтып жатыр, менің өсиеттеріме құлақ ассаңдар, менің сөзімді тыңдасаңдар деп қайта айтып жатыр. Мен сендерді жарылқаймын, мен сендерді баталаймын. Ешқандай аурулар да сендерге бөгет болмайды. Керек десең, сендердің әйелдерің де барлығы босанатын болады. Мысалға, сендердің көбейлерің де оңай болады. Мысалға айтсақ, қазіргі таңда қаншама проблема, мәселелер бар енді өмірде болып жатқан. Солардың ешқайсысы да болмайды. Тек қана Құдайдың бір шарты, менің сөзіме мойынсынып, менің сөзіме құлақ асып, мені артынан еріңдер деп. Көне өсиетті айтты. Енді мысалға, жаңа өсиетте де дәл сол нәрсені айтады. Мысалға, Жохан жазған ісі хабар 8-ші тарау 31-ші аятты оқитын болсақ, сонда Иса былай деп айтады. Өзіне сенген яһудилерге былай деді: егер сендер айтқандарымды естеріңе сақтап жүзеге асырсаңдар, шынымен менің шәкірттерім боласыңдар дейді. Сонда ақиқатты біле түсесіңдер, ал ақиқат сендерді азаттыққа жеткізеді. Енді біз осы Таурат заңындағы ақиқатқа қарайтын болсақ, ол ақиқат, ол Құдайдың тірі сөзі, Құдайдың берген заңы. Сол Құдайды мойынсыну арқылы олар, Мұса пайғамбар мысалы Құдайдың сөзіне мойынсыну арқылы бүкіл халықты сол жерден Құдай
құтқарып алып шықты, құлдықтан құтқарып алып шықты. Енді біз Иса Мәсіхтің сөзіне сену арқылы, Иса Мәсіхтің өзіне сену арқылы біз Құдайдың рақымына ие болдық. Енді оның сөзіне еріп, Иса Мәсіхтің сөзін тыңдаған, оған мойынсынған адам, ол Иса Мәсіхтің тікелей шәкірті болады. Енді шәкірті ол өйткені айтып тұр, сол сөзді мойындау арқылы, сол сөзге мойынсыну арқылы сендер азаттыққа жетелейді сендерді, сол шындық дейді. Өйткені ол шындық, ол Иса Мәсіх, ол шындық, ол шынайы өмір. Сол сүйіспеншілік, Құдайдың сүйіспеншілігін қабылдау арқылы, Құдайдың сөзіне мойынсыну арқылы біз сол мәңгілік өмірге ие боламыз. Сол мәңгілік өмір бізді, сол мәңгілік өмірдің тірі сөзі, Құдайдың тірі сөзі, Иса Мәсіхтің сөзі бізді сол азаттыққа жеткізеді екен. Енді сол кездегі көне өсиеттегі заң мен қазіргі өмірдегі Иса Мәсіхтің берген заңы өте ұқсас. Екеуінде де ең сөздің түбірі Құдайдың сөзіне мойынсынып, оның сөзін қабылдау. Сол арқылы олар өмірін және ешқандай аурулардан ауырмайтын болады, осындай деп айтып жатыр. Сондай азаттыққа, тәни азаттыққа ие болатын болса, рухани түрде біз Иса Мәсіхтің сөзіне еру арқылы және оның тірі шәкірті болу арқылы біз мәңгілік өмірге ие боламыз. Енді бізде жаңа өсиеттегі ең маңызды шындық, мысалға көне өсиетте олар құлдықтан азат болды, құтқарылды, Құдай уәделі еткен жер болды. Сол уәделі еткен жерге олар енді уже келе жатыр. Осы уәделі еткен жерге олар кіретін болады. Дәл сол сияқты біз күнәнің құлы болдық. Енді Құдайдың сөзіне мойынсыну арқылы, Иса Мәсіхке мойынсыну арқылы Иса Мәсіхтің шәкірті болдық. Енді Иса Мәсіхтің шәкірті болу арқылы Құдай бізге бір шындықты ашып беріп отыр. Сендер құл болдыңдар, бірақ енді сендер құл емес, олсыңдар, Құдайдың баласысыңдар. Енді осы арқылы құтқарылып, сендер мәңгілік өмірге ие болдыңдар. Егер Мысырдан шығу кітабындағы адамдар Құдайдың сөзіне құлақ асып, мойынсынған болса, олар уәделі жерге кіретін болды. Дәл сол сияқты біз де Иса Мәсіхтің сөзіне құлақ асып, оның сөзіне мойынсынатын болсақ, күнәнің құлы емес, енді азаттықтағы Құдайдың ұлы болу арқылы біз мәңгілік, бізге уәделі еткен жерге кіреміз, мәңгілік өмірге. Деп жауап берсем. Ұлан бауырым, рахмет сұрақтарыңа. Осы орайда қымбат көрермендер, менің ойыма осы Паулдың кейбір ұлттарға жазған хатындағы сөздері есіме түсіп отыр. Ол кейбір ұлттарға қатысты айтады: сендер менің айтқан әңгімелерімнің арасынан қандай да бір кереметтер іздейсіңдер дейді. Ал кейбір ұлттарға қарата айтады: сендер менің әрбір айтқан осы әңгімемнен, Құдайдың сөздерінің арасынан сендер де бір даналық іздейсіңдер, білім іздейсіңдер дейді. Алайда мүмкін кейбіреулерде мүмкін біздің білімімізді сынар, бірақ дегенмен біз осы ұлан бауырымыз екеуміз осы Құдайдың осы жасаған кереметтерін сіздерге осылай қарапайым тілде әңгімелеп бере алатынымызға біз өте қатты қуаныштымыз. Сол себепті Құдайдың әрбір қарапайым шындығы негізінде Құдайдың ол қандай да бір кереметтер арқылы емес, осындай қарапайым дүниелер арқылы, яғни сенім ол есту арқылы келеді. Қандай да бір сөздер сіздің жүректеріңізге әсер етіп, яғни бүгінгі таңда осы бүгінгі подкастта айтылған жаңағы ол шындық сөз, яғни әр уақытта ауыздан тек қана жалғандық емес, тек шындық шығатын болса, сондай-ақ ол Құдайға бағышталған күнде ол толығымен сол Құдайдың сөздерінен, Құдайдың өзінен ләззат ала біліп демала алсаңыздар, оның да өзі сіздің жаныңызға берер өте пайдасы көп. Сол себепті қымбат көрермендер, бүгін таңда осы подкастымызды сіздерге Құдай жар болсын. Яғни әрдайым осы үшінші сұрақтың жауабы іспетті. Құдайға мойынсына біліңіз, яғни сол мойынсыну арқылы сол осы қараңғылықтың езгісінен құтылдыңыз деп сіздермен бүгін қоштасқымыз келеді. Құдай жар болсын. Рахмет, Құдай жар болсын.